Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін овощной ханым жасайтын боламыз. Ең алдымен орамамыздың қамырын илеп аламыз. Ол үшін ыдысымызға ұнды електен өткізіп салып, оның үстіне 2 дана жұмыртқа саламыз. 1,5 шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырып, салқын су құйып, орташа қаттылықта қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін сүлгімен жауып демалдырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындап аламыз. Менде сәбіз, пияз, картоп және шыжғырылған іш майлар. Басқа да көкөністер қоссаңыздар болады. Барлық ингредиенттерімізді майдалап турап аламыз. Бұл жерде овощной ханым болғандықтан өзіңіздің көңіліңіз қалаған кез келген көкөністі қосып дайындай берсеңіз болады. Іш майларымызды саламыз. Іш майлар орамамызға өте ерекше дәм береді. Орамаларымызды сочный қылып тұрады. Сол үшін мен іш май қолданамын. Дәміне қарай тұз саламыз. Ұнтақталған қара бұрыш саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз демалды. Енді осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Дайын қамырымыздың бетіне сұйық май жағып, салмасын саламыз. Шетінен бастап осылай орап шығамыз. Мантаваркамыздың табасын майлап, жақсылап орамаларымызды саламыз. Дайын орамаларымызды 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Біздің орамамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.